Сәлем балалар, бүгін 68-ші сабақ. Біздің сабағымыздың тақырыбы бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Тақырып қақпашы. Ауыл сыртындағы алаңда балалар күнде футбол ойнайды. Ойын басталарда қақпашы сайланады. Алайда балалардың көбі қақпашы болғысы келмейді. Бір күні футболдан жарыс өтеді деген хабар келді. Оған жақсы ойыншыларды таңдай бастады. Жарысқа тек Ерікті ғана қабылдады. Ерік сол жарыста ең үздік қақпашы атанды. Балалар әлі де футбол ойнап жүр. Енді балалардың қай-қайсысы да қақпашы болуға құштар. Енді мәтінге қатысты сұрақтарға жауап берейік. Қалай ойлайсыңдар балалар? Балалар неге қақпашы болғысы келмейді? Жақсы, дұрыс. Келесі сұрақ, футбол жарысына кімді таңдады? Жақсы, Ерікті жарысқа таңдаған болатын. Келесі сұрақ, жарыста кім үздік қақпашы атанды? Жақсы, Ерік сол жарыста үздік қақпашы атанған болатын. Жарайсыңдар балалар. Екінші жаттығу. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Адамның атын тауып, астын сыз. Балалар, енді біз сөйлем құраймыз. Балалар доп ойнады. Бірінші сөйлем. Мұрат қақпашы болды. Екінші сөйлем. Енді адамның аты Мұрат, астын сызамыз. Үшінші жаттығу. Әр доптың сипатын білдіретін сөздерді тап. Қане балалар, мен бірінші жасырып көрейін, сендер табыңдар. Ең үлкен сары доп. Қане балалар, тауып көріңдерші. Жарайсыңдар балалар, сол жасыл сары ең үлкен доп осы. Келесі. Орташа қызғылт сары доп. Қане балалар, тауып көріңдерші. Жарайсыңдар. Енді келесі екі сипатқа өздерің жазып көріңдер. Осы суреттегі доптарға сипаттап жазуымыз керек.